Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге қоянның етінен жасалған өте дәмді болып шығатын қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің YouTube арнама ұмытпай ғана тіркеліп алыңыздар. Және де осы видеоны соңына дейін қарап, басқа да ас әзірлегенді жақсы көретін достарыңызға таратып қойыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен етті бөлшектерге бөліп алдым. Одан кейін осылай үлкен 2 пиязды алып, жіңішке етіп, бір келке етіп турап шықтым. Пияз бен етті турап алдым. Мұнда кішкене үлкен қол аяқтары бар, соларды осылай ұсақтап бөлшектерге бөліп алдым. Одан кейін қызып тұрған майда осы еттерімізді қуыратын боламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құямыз, оны қыздырып алып, одан кейін барып осы еттерімізді қызып тұрған майға қызартып қуыратын боламыз. Еттерімнің барлығын осылай орналастырып шығып, астыңғы жағы қуырылғанға дейін ешқандай араластырмаймыз. Асты қуырылғаннан кейін барып, ақырындап араластырып аламыз. Достар, егер сіздерде далада қазан болса, онда даладағы қазанға қуырсаңыздар тіптен күшті болатын болады. Менде осылай үйге қуырған соң кішкене ыңғайсыздау болып жатыр араластырғанға. Бірақ сонда да өте дәмді шықты. Келесі кезекте картоптарымызды дайындайтын боламыз. Осылай аршылған картоптың үстіне тұз, бұрыш және сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып қолымызбен үйкелеп, жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін осы картоптарымызды пергамент қағазына орналастырып, духовкада пісіріп аламыз, қызартып тұрып. Келесі кезекте етіміздің үстіне тұз, бұрыш және де пиязымызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып, қақпаған жауып бұқтырып піскенін күтеміз. Картопты осылай бөлек пісіріп алсақ, күшті болып шығады, әдемі болып, езілмей жақсы пісетін болады. Етіміз пісіп қалды. Енді духовкадағы картоптарымызды осы қазанымызға салып, етпен бірге барлығын араластырып, тағы да жарты сағаттай бірге бұқтыратын боламыз. Міне картоптарды қоянның етімен бірге осылай араластырамыз. Жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып, жарты сағаттай ұстаймыз. Өте дәмді болып шығады, достар. Тура осылай жасап көріңіздер. Қуырдағымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді шыққан. Бетіне пиязды турап, әдемілеп қойсаңыздар, пиязбен бірге жесеңіздер, тіптен дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, және де менің YouTube арнама ұмытпай ғана тіркеліп алыңыздар. Сонда мендегі қызықты видеоларды сіздер жіберіп алмайтын боласыздар. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.